Перламутр кабашонын осылай мононитпен бірнеше рет тігіп аламыз. Бисердің аты жөні жазылып тұр, оған тоқталмаймын. Осы бисерді алып, кірпіш сияқты қылып қалайтын боламыз. Мен бисерлерімді осындай гуаш краскасының қалбырына сақтаймын. Садикте істегенде, балабақшада өстіп көп қылып жинап алғанмын. Маған өте ыңғайлы, осылай бисерлерді сақтаған. Шашылмайды. Сыртына жазып қойсаңыздар да болады. Бисердің нөмірін, түсін, аты жөнін. Өте ыңғайлы. Шамалап керегінше осылай сеуіп аламын. Қалғанын көрерміз ары қарай. Қаншалықты керек екенін білмеймін ғой. Мононитті сабақтап алып бастаймыз. 2 бисер аламыз. 2 бисерді осылай өткізіп алып, енді осы 2 бисердің ортасынан инені шығарып аламыз. Осылай кабашонды айналдырып тігіп шығамыз. Тағы да 2 бисер аламыз. Жиі қылып, бір-біріне жақын қылып, кірпіш қалағандай қылып, осылай тігіп шығамыз. Аралары ашылып, алыс болып кетпесін. Басында қиын болады. Онан кейін үйреніп аласыздар. Қол жаттықса бәрі болады. Мына перламутрдың қазақша атауын іздесем, маржан тасының анасы деп шықты. Бір түрлі аударма екен. Сонымен перламутр болып қала берсін деп шештім. Кабашон перламутр, ақ түсті перламутр. Натуральный ма, емес па білмеймін, енді натуральный деп сатқан маған сатушы. Міне осылай айналдырып тігіп шығамыз. 2 бисерден алып, 2 бисердің ортасынан өтіп, осылай тігеміз. Кестелеуге ұқсайды бұл да. Осындай әдемі болып шықты. Енді қызық ары қарай басталады. Енді қиындау болады. Жіпті сабақтап алып, 2 бисердің ортасынан өтеміз дағыны. Бисердің ортасынан өтіп, осылай кірпіш сияқты кірпіш қалайтын боламыз. 1 бисерді аламыз, енді 1 бисерді аламыз. Осылайынан өтіп, қарасаңыздар, кірпіш қалағанға қатты ұқсайды. Кірпіш қалап отырмын деп ойлаңыз. Мононитпен, моножіппен кірпіш қалап отырмын деп ойлаңыз. Қазір көресіздер. Міне осылайынан алып аламыз. 1 бисер тастап, 1 бисерден кейін осылай өтеміз. Сонда кірпіш сияқты қаланып шығады өзі. Қазір көрсетемін қырынан түсіргенімді. Міне осындай. Кірпіш қалап шығамыз. Айналдырып осылай қалап шығамыз. Қатты жіпті тартып жібермеңіздер. Жіп үзіліп кетеді. Сәл-сәл бостау қылып кірпіш қалап шығамыз. Енді осындай ақ бисермен жалғастыратын боламыз. Енді қарасаңыздар, түсініксіз болып тұрған сияқты. Бірақ та түсінікті. Екінші өткізген бисеріміздің ден өтіп, ары қарай бос орындарына ақ кірпіштен дейінші, ақ бисермен толтыратын боламыз. Қазір қырынан да көрсетемін. Міне осы жерде жақындатып көрсетіп тұрмын. Осы жерде түсінікті қарасаңыздар.
кірпіш қылып қалаймыз тағы да. Сол кезде кабошон бисердің ортасында қалады да ешқайда қашпайды, жылжымай тұратын болады. Түйме сияқты әдемі болып шығады. Міне, көріп отырғаныңыздай осындай болып шықты. Енді ақ бисерді тағы бір қатар қылып, ақ бисермен қалап шығамыз кірпішімізді. Тағы да бір қатар ақ кірпіш қалайтын боламыз ақ бисермен. Осындай болып шықты. Міне, қырынан көрсетемін. Мононит азайып бара жатса, осылай түйіп алып, тағы да сабақтап, ары қарай тоқи беретін боламыз. Енді осындай жасыл түсті, кішірек, размері кішірек, пішіні кішірек бисермен кірпіштің соңғы тасын қалайтын боламыз осылайынан. Міне, осылай болып әдемі, сонда осындай түйме сияқты болып шығады кабошонымыз. Ешқайда да қашпайды. Осындай кірпіш қалаған сияқты тоқимыз бисерді. Енді мононитпен қайталап өтіп шығамыз. Бисермен араларынан, соңғы бисердің араларымен осылай мононитті өткізіп шығамыз. Сонда мықты болып тұрады. Енді бізге керегі қатты канитель. Осы канительді сәл-сәл созып, осылай үшбұрыштың шетіне мононитпен тігіп шығамыз. Жиі қылып тігіп шығамыз. Ешқайда қашпайды. Оны жапсыру мүмкін емес, тек тігу. Және осындай күміс түсті бисермен ортасынан, шетінен канительдің бір жүргізіп шығамыз. Міне осындай болып шықты. Ана жоғар жағында жасыл түсті кішірек бисермен қалап шықтым кірпішін. Және осындай үлкен пішінді сәл моншақ қажет болады. Ана банкінің сыртта жазылып тұрады жөні, керек болса сіздерге. Соны осылай қадап аламыз. Енді төменгі жағыңғы екі шетіне де қадайтын боламыз. Және осындай алтын түсті бисер керек. Жасыл түсті кішірек пішінді бисермен шетін осылай әрлеп қоямыз. Енді осы ортасын бізге сәндеу керек болады. Ол үшін осылайынан алтын түсті бисермен тағы да кірпіш сияқты осылай қалап шығамыз айналдыра. Бисерді 2-ден, 3-ден, 4-ден алсаңыздар болады. Одан көп алмаңыздар, себебі көтеріліп кетеді тіккен кезде.
Енді осындай тастармен көмкеріп ортасын тігетін боламыз. Мононитпен бір өткізіп алғаннан кейін әр тасты бекітіп шығу керек. Әрқайсысын тігіп бекітіп шығу керек. Осылай мықты тұрады сол кезде. Енді күміс түсті бисермен, рубкамен ішін қалған жерін күміс сияқты қылып толтырып шығамыз. Ортасындағы бос орынның бәрін күміс сияқты қылып кірпішпен қалап шығамыз. Осындай болып шықты. Тұмар дайын. Енді шет-шетін әрлейтін боламыз. Астарын әрлейтін боламыз. Ол үшін бізге картон керек. Картонды осылайынан кесіп аламыз. Содан индийский клеймен осылай клейлеп шығамыз. Бірінші картонды клейлейміз. Картон сәл кішірек болу керек тұмардың пішінінен. Енді осыны эко-қожаға клейлейміз. Клейлеп алғаннан кейін енді шетін бисермен тағы да безендіретін боламыз. Шет-шеті ашық қалмайды ғой. Ол үшін мононитқа өстіп бір бисерді аламыз. Бір бисерді өткізіп алып, осылай шетін жауып шығамыз, жауып тігіп шығамыз. Мен осындай әшекейлерді көп жасаймын, сатуға да жасаймын, тапсырыспен жасаймын. Көбісі ойлайды екен, осыны клеймен клейлеп шығатын шығар деп. Жоқ, клеймен клейлемен осылай әр бисерді алып, осылай тігіп шығамын. Бұл сутаж емес. Біреулер сұрайды, сутаж ба деп. Жоқ, бұл сутаж әдісі емес. Сутаж пен тігу әдісі мүлде басқа. Бұл бисермен кестелеу деп аталады. Осылай әр бисер мононитпен осылай тігіліп шығады. Ешқандай клей емес. Клей тек ана астарын осылай астарлаған кезде ғана клей қолданылады. Және эко-қожа қолданылады. Болмаса таза былғары қожаларда қолданылады болса, ол енді заказ берушінің тапсырысына байланысты болады. Бағасы да содан әртүрлі болып шығады. Осылай көмкеріп шығамыз қалған жерлерін. Өстіп көмкеріп шығамын. Бұны мен енді сіздерге көрсету үшін осылай тұмар жасадым. Тұмарым өзінше бір заманауи болып шықты. Египетский пирамидаға ұқсайды ма? Өзінше бір ерекше болып шықты. Осындай видео ұнаса, лайк басып, комментарий жаза отырыңыздар. Видеоны соңына дейін көргендеріңіз үшін көп рахмет. Келесі видеода кездескенше.